Саламатсыз ба? Сіздермен бірге Таяр Нұрпейісов, Тест.me каналы. Сізді өтіп кеткен Наурызбен құттықтаймын. Біздің көшпенді қазақ тойлайтын жаңа жылымыз құтты болсын. Және үлкен демалыс болды, 4 күн. Байқасаңыз, ұбт-ға 2 ай қалды. Сол енді ұзын демалыстан сіздерге тілейтінім жақсылап ұбт-ға және 9 сыныптағы тестке дайындалуға кірісуді тілеймін. Ал енді осы дайындықтың барысында біз геометриялық прогрессияға байланысты есеп шығарамыз. Геометриялық прогрессияның екінші мүшесі 2-ге тең. Алғашқы 3 мүшенің көбейтіндісін табу керек. Алдымен осы геометриялық прогрессияның алғашқы 3 мүшесін жазайық. Яғни бірінші элемент бізде b1 болады. b2 тең болады, формула бойынша біз білеміз b1 көбейтілген q. Ал b3 дегеніміз ол b1 көбейтілген q квадрат. Егер де осы элементтер қалай алынатынын білмесеңіз, геометриялық прогрессияның жалпы мүшесі bn тең болады бірінші элемент көбейтілген q n алынған 1. Енді осы 3 элементтің көбейтіндісін жазайық. b1 көбейтілген b2 көбейтілген b3. Ол дегеніміз b1 бізде сол бетінше қалады. Ал b2-ның орнына мен қазір осы мәнді қоям. Яғни b1 көбейтілген q болады. Және сол сияқты мен b3-тің орнына осы жаққа мынандай мән қоям. b1 көбейтілген q квадрат. Енді байқасаңыз бізде көбейткіштердің арасында бірдей мүшелер бар. b1, b1, b1. Яғни үшеуін көбейткен кезде b1-дің кубы болады. Және q көбейтілген q квадрат ол q болады. Айтарлықтай осы біздің екі көбейткіштің дәрежесі тең. Яғни дәрежесін біз жақшаның сыртына бұлай шығара аламыз. Енді b1 көбейтілген q қарап тұрсаңыз, мынаяқта бізге b2-ні береді. Ал есептің бергені бойынша геометриялық прогрессияның екінші мүшесі 2-ге тең. Яғни осы элементтің мәні, екінші элементтің мәні 2. Және біз 2-ның кубын аламыз. Яғни жауабы бізде 8 болады. Осы 3 мүшенің көбейтіндісі бізге 8-ді береді. Яғни біз q-ны таппай және b1-ді таппай осылай 3 мүшенің көбейтісін тауып алдық. Сіздермен бірге болған Таяр Нұрпейісов. Көп рахмет сізге.